Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Бір үзік сыр. Жасың келген сайын, ұйқы азайып, уайым көбейеді екен. Күлкіден күрсінуің артады. Жас кездегідей бас салып салғыласқың да келмейді. Өзіңдікі дұрыс екенін білсең де, дәлелдеуге тырыспайды екенсің. Адуыннан алыс жүруге тырысасың. Ақылдыларға аузың ашылмайды. Не болса соған данышпансып, ақылың шашылмайды. Жастық шақта байқамағанды байқайсың. Өз ақмақтығыңа басыңды шайқайсың. Кеткен кетігіңді толтырғың келеді. Бұрынғыдай қонақта емес, өз шаңырағыңда отырғың келеді. Жолдасыңа да бұрынғыдай назданып еркелемейсің. Не болса соған сүйреп желкелемейсің. Жыл келген сайын жарыңды жағалайсың. Бұрынғыдан да бағалайсың. Балаларыңа да міндет етпей көбісін қарайсың. Осылар деп ұрпағым өрісім. Жастықта қыдырғанды аңсасаң, енді қонақ келгенді аңсайсың. Бұрын сериалдан шаршасаң, енді немереден шаршайсың. Әр нәрсеге байыппен қарап саралайсың. Қиындықты қай пейілімнен демейсің. Тағдырдың жазу дегенге көнесің. Жер ортасында тұрғаныңды өзің де сезесің. Ия, бұл өмір. Бірде ақын Мұқағали көшеде такси ұстап тұрса, қасына бір такси тоқтаған екен. Сонда Мұқағали: шопыр бала, машинаңда орын бар ма отырғанға, десе, рөлде отырған сол кездегі ең алғашқы таксист әйел екен. Әйел: мен саған бала емеспін, депті. Сонда Мұқағали тағы да: шопыр қыз, онда мені машинаңа отырғыз, депті. Әйел тағы да: мен саған қыз емеспін, депті. Мұқағали әйелдің бетіне қарап: шопыр қатын, мәшинеңде орын бар ма отыратын, депті. Ашуға булыққан әйел: немене, келіншек десең тіліңе жара шыға ма, қатын деп қақылдамай, десе Мұқағали: әй қалқам, қатын деген сөздің түп төркінін түсінбеген жан екенсің. Қатын деген қасиетті 5 әріптен құралған. Қ дегенім қадірлім, А дегенім ардақтым, Т дегенім тынысым, Ы дегенім ырысым, Н дегенім намысым деген екен. Сонда әйел: отырыңыз аға, ендігі жерде қатын болып жүрейін, деген екен.